Қайырлы күн, сіздермен бірге мен Нүсіпбек Тоғжан. Бүгін Корея және қазақ халықтарының арасындағы салт-дәстүр сабақтастығы деген тақырыпқа мен сіздерге өз жұмысымды ұсынатын боламын. Жалпы қазақ және Корея халықтарының өзара ұқсас құндылықтары өте көп. Біз олардың жаңғыра түсуіне, жол жораларының дами түсуіне өзара үлесімізді қоссақ, бұл біздің елдігімізге, бейбітшілігімізге және бірлігімізге үлкен септігін тигізері сөзсіз. Жалпы Корея және қазақ халқының тарихына тоқтала кететін болсақ, қазақ халқы 100-ден одан артудан тарағаны баршамызға мәлім. Ал Кореяда қазіргі уақытта 51 миллионнан астам халық тұрып жатыр. Соның ішінде 300-ден астам тектер бар. Яғни Сон, Пак, Чхве және тағы да басқа осылай рулар, яғни тектер біздің руларға, жүздерге өте қатты ұқсас келеді. Және бір ерекшелігі осы рудың ішіне, яғни аталас тектердің ішіне мүлде қыз ауысуға және қыз берісуге қатаң тыйым салынған. Дәл біздің қазақтардағыдай. Келісесіздер ғой? Келесі, бізде қазақ және корей халқының арасындағы тілдік грамматика өте ұқсас. Мүмкін қазақтарға корей тілін үйрену солай оңай болып жатқандығы осы себептен болар. Корея мен қазақ халқының арасындағы тілдік ерекшеліктерді біз олардың бір тіл тобына, яғни алтай тіліне жатуынан анықтай аламыз. Бұл ғалымдардың көзқарасы бойынша айтылған гипотеза. Мысалы, келтіретін болсақ, шағын сөзі біздің шағын деген сөзге өте ұқсас. Егер де қазақ халқы үшін ең атаулы мереке Наурыз мерекесі болса, Кореяда бұл чхосок, яғни егіннің пісіп жетілген уақытында олар ұлан асыр той жасап, үлкендерді құрметтеп, оларға арнайы сыйлықтар дайындап, солай думан шаттыққа бөленеді. Бұл уақытта Кореяда үлкен тойлар жасалынады, астықтың пісілуімен жаңадан дәнді дақылдардан тамақтар дайындалады. Дәл сол секілді қазақтар да Наурыз мерекесінде күн мен түннің теңесуін, жаңа малдың төлдеуін, осының барлығын үлкен мейрам етіп, тағамдар, оның ішінде Наурыз көже және тағы да басқа ет асып, үлкен шаттыққа бөленген. Кореяда әрбір адам үшін ең атаулы 3 мереке бар. Бұл оның туған күні, оның үйлену тойы және мүшел жасқа толы, яғни 61 жасқа. Яғни біз бұдан Кореяда да қазақтардан арасында мерекелердің ұқсастығын байқай аламыз. Кореяда соның ішінде 61 жасқа толу мерекесін олардың балалары өткізіп береді. 61 жас бұл біздің мүшел жасқа тең. Бұл уақытта барлық балалар отбасылармен жиналып, өзара көңіл көтеріп, данадан бата алу парыз ретінде саналған. Отау құру кәрістердің өмірдегі ең маңызды оқиғалардың бірі болып табылады. Жалпы отау құру басында олар ченче, яғни қыз ұзату деген салт дәстүр өткізеді. Бұл уақытта олар қызға құда түсуге барып, сырға салатын болған. Дәл біздің сырға салу деген дәстүрімізге өте ұқсас келетін бұл дәстүр қызды басқа адамдардан көзінен сақ болуын және оның басқа өз жігітімен өз теңіне шыққалы жатқандығын білдіретін үлкен жаңалық болған екен. Сонымен қатар корейлерде шамири деген дәстүр бар. Бұл қыздың қызы жаққа қарай ер жігіттің ата-анасы келіп құда түсуі, оларға үлкен сыйлықтар дайындалу болып табылады. Сол секілді қазақтар да құдалық түскен кезде киіт және де көптеген жасаулар алып барып көңілін табатын болған. Яғни қызға құдалық жасау дәстүрі де біз өзара сабақтастық тапқандығын байқай аламыз. Отау құрғаннан кейін корейлер өздерінің келіндерін сыннан өткізген. Олар 3-ші күнде үй шаруашылығына қандай қабілеттері бар екендігін көрсетеді. Бұл халықта да жоқтау дәстүрі бар. Яғни өлген адамның соңынан бір апта бойы жоқтау айтып, оның қандай жақсы адам екендігін айту, олардан қандарына сіңген қасиет. Қазақ қыз ұзатылғанда оның алдын жолы ақ болсын, әрдайым адал болсын деп ақ мата төселетін болса, корейлердің алдына күріш төселген екен. Біз осы мысалдан ақ біздің дәстүрлеріміздің өзара байланысын көре аламыз. Отау құру дәстүрінен соң Кореяда міндетті түрде баланың дүниеге келуі аталып өтіледі. Олар баланың 1 жасқа толуында асянди атты дәстүр өткізеді. Яғни олар өздерінің ұлттық дәстүрлі киімдерін, ханбок атты киімді балаға кигізіп, оның алдынан тұсаукесер секілді ақ мата жайып, күріш жасап, алдына көптеген заттар қойған. Сол затты таңдауының арқасында баланың қандай нәрсеге икемі бар екендігін, қабілетінің барындығын және болашақта қандай адам болатындығын білдіре алған. Мәселен, күрішті таңдаса, бұл адам өте берекелі, ақша таңдаса өте бай, кітап таңдаса ғалым болады деп ырымдаған болатын.
Дәл сол секілді біздің елімізде де тұсаукесер салты бар. Тұсаукесерде көптеген заттар қойдың арқасында дәл корейлік кәрістер секілді біздің халықта болжағанды, жақсыға теңегенді, ырымшыл болған деседі. Қорытындылай келе, салт дәстүрлердің сабақтастығын табу біздің еліміздегі кәрістер мен қазақтардың арасындағы ынтымақтастықты өзара нығайту екі елдің арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасты нығайтыны сөзсіз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, кәрістер мен қазақтардың тарихы, олардың салт дәстүрлері дамытудың арқасында біз стратегиялық жоба дайындай аламыз. Сондықтан да екі елдің арасындағы дәстүрді және жол-жораларды біз құрметтеп, олардың дамуына үлес қосатын болсақ, өзара ынтымақтастыққа кеңейтіміз сөзсіз. Ал бейбітшілік болған жерде әрдайым даму болады. Сондықтан екі елдің де дәстүрлерін біліп жүрейік.